Жыныстық қатынас туралы қоғамда түрлі пікірлер бар. Кейбір адамдар оны денсаулыққа өте пайдалы екенін айтса, енді біреулер зияны көп деп есептейді. Бірақ негізінде шындық қандай? Бүгін ғылым мен дәрігерлердің пікіріне сүйене отырып, ең көп қойылатын 15 сұраққа жауап береміз. Видео соңына дейін көріңіз, себебі соңғы сұрақтар көп адам білмейтін маңызды ақпараттар болады. Бірінші, ұзақ үзіліс денсаулыққа зиян ба? Көп адам ұзақ уақыт жыныстық қатынас болмаса, денсаулық міндетті түрде нашарлайды деп ойлайды. Алайда қазіргі ғылыми зерттеулер мұны растамайды. Ұзақ үзілістің өзі денсаулыққа тікелей зиян келтіреді деген нақты дәлел жоқ. Бірақ егер адам осыған байланысты күйзеліс, мазасыздық немесе қарым-қатынаста қиындық сезінсе, бұл оның психологиялық жағдайына әсер етуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде ең маңыздысы адамның жалпы денсаулығы мен өмір сапасы. Екінші, жыныстық қатынас иммунитетті күшейтеді ме? Кейбір зерттеулер тұрақты жыныстық өмір иммундық жүйенің кейбір көрсеткіштерін жақсартуы мүмкін екенін көрсеткен. Дегенмен, бұл тұмау немесе басқа инфекциялардан толық қорғайды деген сөз емес. Иммунитеттің мықты болуы үшін дұрыс тамақтану, жеткілікті ұйқы, дене белсенділігі және зиянды әдеттерден бас тарту әлдеқайда маңызды. Үшінші, калория шынымен жанады ма? Иә, жанады. Белсенділігіне, ұзақтығына және адамның салмағына байланысты орта есеппен 70-200 килокалория жұмсалуы мүмкін. Бірақ бұл жаттығу залының немесе күнделікті спорттың орнын алмастырмайды. Төртінші, ерлерге күнде қажет пе? Жоқ, ғылымда әр ер адам міндетті түрде күн сайын жыныстық қатынасқа түсуі керек деген ұғым жоқ. Әр адамның жасы, денсаулығы, гормондары, өмір салты және қажеттілігі әртүрлі. Біреуге аптасына бірнеше рет қалыпты болса, енді біреуге сирек болуы да қалыпты жағдай. Бесінші, әйелдерге қандай пайдасы бар? Қалыпты жыныстық өмір әйелдердің эмоционалдық жағдайын жақсартуға, күйзелісті азайтуға және ұйқы сапасын жақсартуға көмектесуі мүмкін. Сонымен қатар, жамбас түбі бұлшықеттерінің жұмысына оң әсер етеді. Бірақ ауырсыну немесе жайсыздық болса, міндетті түрде гинекологқа қаралу қажет. Алтыншы, жүрекке зиян ба? Көпшілік жүрекке қауіпті деп ойлайды. Негізінде дені сау адамдар үшін жыныстық қатынас орташа физикалық жүктеме болып саналады. Ал ауыр жүрек аурулары бар адамдар міндетті түрде дәрігермен кеңескені дұрыс. Жетінші, қан қысымын көтереді ме? Иә, жыныстық қатынас кезінде жүрек соғысы жиілейді, сондықтан қан қысымы уақытша жоғарылауы мүмкін. Бірақ сау адамдарда бұл қалыпты физиологиялық құбылыс. Егер қан қысымы тұрақты жоғары болса, немесе жүрек ауруы болса, дәрігердің кеңесі міндетті түрде қажет. Сегізінші, жас ұлғайғанда тоқтату керек пе? Жоқ, жыныстық өмірдің белгілі бір жас шектеуі жоқ. Егер денсаулық мүмкіндік берсе және екі адамның да қалауы болса, егде жаста да жыныстық өмір жалғаса береді. Бұл қалыпты жағдай. Тоғызыншы, жүктілік кезінде болады ма? Көп жағдайда болады. Егер жүктілік қалыпты өтіп жатса және дәрігер тыйым салмаса, жыныстық қатынасқа рұқсат етіледі. Бірақ қан кету, ерте босану қаупі немесе басқа асқынулар болса, міндетті түрде дәрігердің кеңесін алу керек. 10-шы, простатаға әсері бар ма? Кейбір ғылыми зерттеулер тұрақты эякуляция мен қуық асты безі аурулары қаупінің төмендеуі арасында байланыс болуы мүмкін екенін көрсетеді. Бірақ бұл простата ауруынан толық қорғайды дегенді білдірмейді. Сондықтан урологқа жүйелі түрде қаралып тұрған дұрыс. 11-ші, ұйқыға әсері қандай? Жыныстық қатынастан кейін окситоцин мен пролактин сияқты гормондар бөлінеді. Олар ағзаны босаңсытып, ұйқының тез келуіне және сапасының жақсаруына көмектеседі. 12. Стресске әсері қандай? Жыныстық қатынас кезінде эндорфиндер бөлінеді. Олар адамның көңіл күйін көтеріп, күйзеліс пен мазасыздықты азайтуға көмектеседі. Сондықтан көптеген адамдар өздерін жеңіл әрі тыныш сезінеді. 13. Гормондарға әсері қандай? Жыныстық қатынас кезінде окситоцин, дофамин және эндорфиндердің деңгейі жоғарылайды. Бұл гормондар адамның өзін жақсы сезінуіне, эмоционалдық жақындықтың артуына және көңіл күйдің жақсаруына ықпал етеді.
14. Қаншалықты жиі болған қалыпты? Бұл сұрақтың нақты жауабы жоқ. Барлық адамдар үшін бірдей норма болмайды. Ең маңыздысы екі адамның да өздерін жайлы сезінуі және қарым-қатынастың өзара келісімге негізделуі. 15. Қай кезде дәрігерге қаралу керек? Егер жыныстық қатынас кезінде немесе одан кейін қатты ауырсыну болса, қан кетсе, жағымсыз иіс немесе бөлінді пайда болса, ерлерде эрекция мәселесі ұзақ уақыт сақталса, әйелдерде тұрақты жайсыздық байқалса, міндетті түрде дәрігерге қаралған дұрыс. Мұндай белгілер кейбір аурулардың ерте белгісі болуы мүмкін. Жыныстық өмір адамның жалпы денсаулығының бір бөлігі. Оның пайдасы болуы үшін ең бастысы қауіпсіздік, өзара келісім және денсаулыққа жауапкершілікпен қарау. Егер денсаулыққа қатысты күмәніңіз болса, интернеттегі кеңестерге емес, дәрігердің пікіріне жүгінгеніңіз дұрыс. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Денсаулық туралы ғылыми негізделген пайдалы ақпараттарды бірге білейік. Дендеріңізге саулық тілеймін.